Достар, біз қазір мына Subaru Outback'ке толық түрде обзор шолу жүргізетін боламыз. Міне ақ түсті жаңа Subaru Outback. Полный привод АВД. Міне өзіңіз дорожный просвет дейді. Міне жерменен биіктігін көріп отырсыз. Бампердің міне 213 мм. Міне нелерді көріп тұрсыздар. Міне мына жерде көрдіңіздер ме? Бір керемет екен. Subaru Outback 213, Lexus NS 185, Nissan Murano 184, Toyota RAV4 180 мм екен, достар. Ал бізде Lada Granta'нікі бізде, егер қателеспесем, 160 мм, Granta'нікі 160. Granta RAV4-тан да не екен ғой. Ал темадан ауытқымай онда мен жалғастырайын. Мында Subaru Outback. Бағасын толық мына жерде, мына комплектациямыз бізде люкс комплектация, жаңағы 17 миллион 98 мың. Мына комплектация бізде премиум 2,5 литрлік. Осыны толық түрде қазір не дейін сіздерге. Алдыңғы неден бастайын сіздерге, достар. Алдыңғы фирменный өзінің воздухозаборник дейміз. Мына алдыңғы парлары өте керемет. Мына несі туманник дейді, туманға қарсы өте керемет бізде, достар. Ал дискілерін жаңа көрсеттім. Дискілерімізде Bridgestone деген фирменный шина бізде. Размер бізде мына жерде 225 60 18. Достар, осындай бұлай неткенде бұлай. Мына жері ақ түсі, ақ немен бірдей. Мына поворотниктің жанатына. Мына жерде астыңғы вставкасы бар. Вставкасы өте жақсы екен. Қара бұл. Балшық негізде және астына мындай тигенде, неткенде өте жақсы да бұл. Керемет. Мына жерде жақсы екен. Бізде пластмассы бізде алдыда анда. Пластмассы бәрі керемет бізде. Фирменный диск. Олай бір қарасақ, енді алдын мен сіздерге ішіне қазір кіріп көрсетейін сіздерге, достар. Есігінің толығы бұлай ашылу, бұлай ашылады, достар. Есігі толығы осылай. Бұлай үлкен, өте керемет үлкен. Көлемі өте үлкен ашылады екен, жақсы. Камерамның рескісі алмай тұр ғой, сол ғой. Мына, достар, мына жер мынадай. Керемет бізде ана жерінде де нелер енді бұл данный керекті информациялар жазылу осында оқып алсаңдар болады. Мынау бізде электрический сиденьеміз. Мынау керемет пластмассы, пластмассы, достар. Мында 1,5 литрлік баклажка салғышымыз. Мынау колонка бізде. Бізде мынау камера көрсетеді. Мынау кожа бізде. Кожа мына астыда. Бұл да кожа. Мынау пластмасс. Пластмасс оғанмен бұл өте жұмсақ пластмассы. Качествосы өте жақсы екен. Пластмассы
Иә, мынау бізде карбон, жаңағы карбоновый. Иә, мынау жаңағы бізде ашатынымыз. Мына жерде достар сиденьенің памяті мынау міне L1, L2, сет деген, иә. Памятке қоясыз сиденьені, сол кезде иә өз қалауыңыз бойынша келеді. Мына қараңыз достар, мына жерде мына барлық не, ал авто дейді, барлық 4 терезе еді. Автоматический деген, автоматический деген ол жаңа ана көліктерде мен айтып өттім ғой, мына бір басасыз түседі, тағы бір көтересіз, былай нетеді, бір басасыз түседі. Қазір кілт қосылмағасын бұл сөніпті, бір басқанда түседі, көтергенде ашылады. Ал авто деген сол достар, міне барлығы автоматический деген. Мынау міне есігі жабылады, кілттеп міне 4 есік міне жабылады, міне жабылды, міне ашылды. Көрдіңіздер ғой достар, мынау айнаны ашылмайтын, мына бассаңыз міне 4 терезе ашылмайды. Мынау жаңа жинайды, мынау терезе жиналып қалады басқанда. Қазір бұл істемейді, кілтпен істейтін болса керек. Мынау жаңа айнаны қозғайтын, міне оң жаққа, сол жаққа, оң жаққа қойып кілтпен істейді достар. Иә, осындай мынау жаңа көрсеттім, карбон. Мына жерлері резиналар өте жақсы екен достар. Иә, міне сиденьеміз жаңа бізде анадай не емес, бұл кожа, міне мына қызыл кожа, қызыл түс, коричневый мына жер қара, мына тігілген. Шынымен де мынау тігіс достар, өтірік емес, міне тігіс, міне көрдіңіздер. Шынымен де бұл тігіс, міне кожа, капроновый тігістер, міне. Мынау кожа, көрдіңіздер ғой, міне эйрбек дейді, эйрбек бар. Мынау ашылатын, мынау жаңа лючок бензобак дейді, бензобактың ашатын несі, қақпағы, крышкасы. Иә, мына жерді былай, мына жерге тоқталатын болсақ, мынау бізде міне ашатын, артын ашатын, багажникті ашады. Иә, мынау бізде және ана артқы бамперлерде тұрған не ғой, міне жаңа безопасность, мынау артқы көлік жақындаған кезде сигнал беріледі. Мынау big memory, память болса керек, memory память, былай түсінбедім не екенін, бұл big деп қойыпты. Бұл өзі ашылатын болса керек. Түсіндім. Мынауын басқанда кілт ашылады, мынауын басқанда өзі ашылады. Түсіндім. Мынау жолсыздықты нететін оф деп қойыпты. Жолсыздықтан өтіп асфальтқа келген кезде мынаны сөндіресіз достар. Естіп тұр ма дауысым? Мына заглушка, мына жер оф дейді. Мына мен түсінбедім не екен. Мынау оф. Мынау бұрылып кетуге қарсы екен ғой, бұрылып. Олдан тайғанап кетпейді. Мынаудан машина, алдыңғы машина соқтығысқанын көрсетіп қойыпты. Оф, яғни соқтығысқанға сөндіріп тастайтын. Сөндіріп тастайтын бәрі. Мынау жаңағы дисплейдің несі мынау. Бұлай нетсең көтеріледі, жарытады, мынау төмендетеді. Дисплейдің жарығы достар. Мынау өзіңіз білесіз жаңа. Заборниктер, мынау терезеге ұрады. Алдыңғы неге адамға ішке жүргізушіге нететін, жылы ауа, салқын ауа беретін. Сондай. Енді отырып көрейік. Көрдіңіздер ғой салонда бір қатар. Қазір отырып мен сіздерге бір көрсетейін. Артқа жылжытайын. Көрдіңіздер ғой. Артқа жылжиды бізде. Шамалы. Отырып мен сіздерге көрсетейін достар. Бәрін толық сіздерге. Мына жерден бастап көрсетсем, мына жер міне өзіңіз білесіз, стаканник бұл. Стакан. Алғаш мына жер міне X моды дейді, кедір-бұдыр жерлердікі, міне мынау
Виев, бұл не Виев? Мұны мен түсінбедім, достар. Түсінсеңдер айтасыңдар, комментарийге жазыңдар. Мынау электронный ручной тормоз, не электронный болады. Иә. AVH дейді, мынау да тормоздікі міне, бұл да. Иә, бұл. Мынау заглушка. Мұнда бізде PRND. Мұнда бізде толыққанды, толық автоматінде. Толық автомат бұл. Бізде достар мұнда. Мына жерді. Астын көрейік бізде достар. Мына жерді көрдіңіздер ғой міне. Бізде бұл жерде не бар? Үстіне прикуриватель бар. Міне көрініп тұр ма? Прикуриватель, одан кейін магнитофонға жалғайтын USB-дің екі несі бар екен. Гнездо USB. Мына өте керемет. Жұмсақ резина. Мына жерге келетін болсақ достар, бізде міне мынау алдыңғы сиденияны жылытатын міне 3 уровеньде, біріншісі жаймен, екіншісі күшті, үшіншісі одан да күшті жылытады. Екі сиденияны алдыңғы. Мынау бізде міне не қосатын, мынау тембр дейма, не настройка міне авто, офф, синк. Мыналар өзіңіз білесіздер. Мына климатический системалар, мынаның бәрі міне. Мынау кондиционер бізде. Мына кондиционер. Макс, мынау алдыңғы тереземен мына нелерді жылытады міне, задний видті. Фронт, мынау алдыңғы нені жылытады. Алдыңғы терезені жылытады міне. Алдыңғы терезені. Моде дейді. Бізде міне жерінде міне кнопкалары бар, өте жақсы кнопкалар екен. Удобнымда шығып тұрған жоқ. Сенсорге ұқсайды екен. Мынау магнитофондыққа. Мынау ненікі бізде. Мұнда не диск салатын да бар екен достар. Мұнда диск салатын бізде не аварийный. Мынау бізде тұрыстар міне. Міне өте керемет. Мынау енді міне біздің жаңағы айнамыз, артқы айнаны көрсететініміз. Міне бұлай көрінісі міне бізде сос деген кнопка. Қазір міне бәр жерде осы болмаса болмайды деп жатыр. Қазір бізде Қазақстанда да, Өзбекстанда да, барлық елде бар шығар деймін.